Қазір біз Қазтек платформасына көшіп жатырмыз. Ол платформада бұрын ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін 3 жыл сайын тексеріп тұрсақ, қазір ол платформада 24/7-де әрдайым тексеріліп тұратын болады болашақта. Және сонымен қатар біз жаңағы ақпараттық жүйелерге талаптарды біз күшейтіп жатырмыз. Бұл жұмыс бүгінге дейін атқарылып келді, бірақ бүгіннен бастап бұл тағы да күшейтіле бастайды. Және біз одан басқа жауапкершілікті көтеретін боламыз. Осы жаңағы әртүрлі қатерлерге қатысты. Сонымен қоса осы жылы жауапкершілікті біз бірінші басшыларға жүктеп қойдық. Ол жаңағы әкімшілік кодекске уже белгіленген. Және де бұл жерде ең үлкен маңызды сұрақ ол жаңағы кадрлар сұрағы. Оған қатысты да тағы да мамандарға қатысты да шешімдер қабылданды сол кеңестікте. Тағы да бізде алда үлкен көп жоспарларымыз бар. Осы кеңестіктен кейін бірақ бір айта кетейін дегенім, қаншама біз осылай техникалық жұмыстарды әртүрлі танаптар жасағанмен кибергигиена деген сұрақ бар. Ол кибергигиена дегенімізде жаңағы адамдардың өздерінің осы кибер қатерлері туралы білуі туралы ақпарат. Олар не деген жаңағы ақпараттық жүйелер қаншама қауіпсіздігі күшті болып тұрғанымен ең жаңағы осалды жері адам болуы мүмкін. Оны алдап жаңағы сол жаңағы хакерлер оны алдап сол жүйелерге кіруі мүмкін. Сондықтан адамдарды бізді сол күрделі пароль қоюға, антивирус қолдануға, тағы да жаңағы басқа сондай жақсы шараларды қолдануға шақырамыз біз.